Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: Ей ғылым, өзім білесің ғой, дүниеде менсіз еш нәрсе кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр, мансапты еңбексіз табуға болмайды. Олымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратығын. Адасқан жолда бара жатқан бойды қайта жиғызып алатығын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сені сөзінді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз осы екеуі неге жарайды? Онан соң жүрек айтыпты: Төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ кісіге, төсексіз кедейдің, толып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың, кей жайы қалай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекште тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор қылады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, еретұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Лет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық деген нәрселердің барлығы менен шығады. Менсіз олардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: Ей Қайрат, сенің айтқандарының бәрі де рас. Айтқандарынан бөлек өнерлерінің бары да рас. Сенсіз болмайтығына да рас. Бірақ сонымен қоса қаттылығын да мол, пайдан да мол, залалын да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсенің табылмайтығыны да рас. Жаратқан тәңірні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Айла да, амал да бәрі сенен шығады. Жақсы мен жаманның екеуінің сүйгені де сен, екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады, көнбек түгілі қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді, ермек түгілі үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшін мол. Сенің де еркіне жібермейді. Орынсыз ішке күшінді аятпайды, орынсыз жерге қолынды босатпайды. Осы шеуін менің айтқанымдай бір кіседей табылсаңдар, табанының топырағы сүртелік қасиетті адам сол. Шеуін ала болсан, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда қалпынды таза сақта. Құдай тағала әрдайым қалпына қарайды деп кітаптың айтқаны осы.